Мұхтар Әуезовтің жетім әңгімесінің қысқаша мазмұны. Қасым деген 10 жасар жетім бала болыпты. Осыдан жарты жыл бұрын әке-шешесінен айырылған. Әке-шешесінен айырылған Қасым кәрі әжесінің қолында тұра бастайды. Кәрі әжесі 1 жылдан соң қайтыс болады. Қасымның кәрі әжесі қайтыс болғанда Қасым шын көңілмен ынтыға жылайды. Қасымның кәрі әжесі қайтыс болған соң, Қасымның ағайынымын деп Иса деген кедей Қасымды өз қолына алады. Қасымның әке-шешесінен қалған 30 шақты қойы бар еді. Бұл малды Иса мен оның әйелі Қадиша бірінші күннен ақ басына бастайды. Ал Қасымды олар жетім санап жұмысқа салып қоятын. Тіпті жұмысы бұлай тұрсын, ұрып, соғып, тоқпақтап тастайтын. Ал Қасымға бұл ұнамайтын. Қасымға мал баққызатын, тезек жинатқызатын, үй жинатқызатын. Қасымға демалыс деген жоқ еді. Bir күні Исаның үлкен баласы Қасымды тоқпақтап ұрып тастайды. Иса да Қасымды аямай ұрушы еді. Bir кезде Иса мен Қадиша Қасымды ауылды айналдырып жүріп, қуалап, ұрып тастап, ауылдан қуып жібереді. Тіпті Қасым әке-шешесінің мазарына мал сойып апарғысы келеді. Ал бұған Иса мен Қадиша рұқсат бермейді. Жылы шыра іздеп келе жатқан Қасымның алдынан ұрмақшы болып Иса шығады. Бұны көрген Қасым жыламсыраған дауыспен: "Мен саған не жаздым, не қылдым? Сондағы бір сорлылығым, жетімдігім бе?" деп жерде жатқан тасты Исаның аяғына лақтырып жібереді. Осы кезде Иса боқтай жөнеледі. Ал Қасым үйіне қайта бара алмайтынын біліп, тау жаққа қашады. Ол тауда үрейленіп, ертегідегі оқыған жын-шайтандарын елестетіп келе жатады. Осылай қорқып келе жатқан Қасымның алдынан бейтаныс кісі шығады. Бейтаныс кісі Қасымға: "Аяғың жырылса да, не болса да, тіпті өліп кетсең де соңымнан жүр" дейді. Осы кезде далада найзағай тұрып жатқан еді. Сонда Қасым: "Ағатай, мен жетіммін" дей бергенде найзағай жарқ ете қалады. Бұдан қорыққан Қасым әлгі кісінің соңынан ереді. Осы кезде тау ішінде 3 жолаушы келе жатқан. Кенет олар талдың қасында қатып тұрған баланы көреді. Бұны көріп аттар да шошиды, бірақ жолаушылар кері барып, ол балаға жақындап қараса, бұл өлік екен. Бірақ денесі толық мұзға айналып үлгерген жоқ екен.